Баршаға сәлем, сіздермен бірге Дина. Бұл видеода мен сіздермен өте қолайлы әрі тез жасалатын Наполеон тортымен бөліскім келеді. Ал сіздер каналыма тіркеліп, қоңырауша басып және лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Дайын дрожж қосылмаған қатпарлы қамырдан аламыз. Өзімізге қолайлы формасын, яғни пішінін өзімізге дайындап аламыз. Мен қамырды жайып, екі бөлікке бөліп алдым, өйткені мен шағын торт жасағым келді. 220-230 градуста жанып тұрған пешке қамырларымызды салып аламыз. Естеріңізде болсын, қатпарлы қамырды жоғары температурада жанып тұрған пешке салу қажет, өйткені оның арасындағы майы ери бастайды, сондықтан солай жасаймыз. Піскен қатпарлы нанымызды осылай үгіттеп аламыз, өйткені соңында торттың бетіне осыларды сеуіп шығатын боламыз. Ал кремін дайындауға кірісетін болсақ, 3 жұмыртқаны алып, оған 2 қасық ұн қосамыз. Оны жақсылап араластырамыз. Келесі сүтті алып, сүтке қант қосамыз. Екеуін араластырып, жақсылап қайнатамыз. Қайнаған соң алдыңғы дайындап қойған ұн мен жұмыртқа қоспамызды жайлап араластырып, қасықтап құятын боламыз. Бұл қоспаны да әбден қайнатамыз. Қайнатқан соң оны салқындатамыз. Келесі 100 грамм сгущенное молоконы аламыз да, оған тағы да 100 грамм сары май қосып, екеуін жақсылап араластырамыз. Осы дайындап қойған қоспаны алдын қайнатқан кремімізге қосамыз. Қоспаларды жақсылап араластырамыз. Мінеки креміміз дайын. Ал енді дайындап қойған нандарымыздан торт құрастырамыз. Кремдерді жағып болған соң, тортымызды холодильникке сіңіруге салып қоямыз. Осы торттың дайындау ыңғайлығы, мысалы, аяқ астынан қонақ келетін болса, күндіз дайындап қойып, уже тортымыз кешке дайын болады. Торт дайын болды. Холодильниктен алған соң қонақтарыңызға бере берсеңіз болады. Немесе кешкі шайға дайындауға өте тез әрі қолайлы дайындалады. Каналымда осындай рецептерді жиі көргілеріңіз келсе, каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Дина.